Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен блиннің рецебімен бөлісемін. Каналға жазылып қоюды ұмытпаймыз. Бізге орташа 3 жұмыртқа керек, жарты чайный ложка сода және шым-шым тұзды 2 қасық шекермен жақсылап араластырамыз. Кішкене сүт қосамыз. Менде барша көлемі 300 мл сүтті. Мен әзірге жартысын қосамын, жақсылап араластырамын жұмыртқамен қосып. Ұнды 180 грамм 2-3 бөлікке бөліп қосамын. Сонда ешқандай іртіктеліп комочектер қалмау үшін осылай 2-3 бөлікке бөліп қасықпен қосамын. Жақсылап араластырамыз. Мінекей осылай жақсылап араластырып, қалған ұнымызды тағы да осылай қасықпен салып қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қалған сүтімізді де қосып араластырамыз. Және де менде мына жерде 2 ас қасық көлемінде сұйық май және 100 мл су. Оларды да қосып жақсылап араластырамыз. Жылы суымыздың қалғанын құйып тағы да бір араластырып аламыз. Сұйықтығымыз толығымен дайын. Блиннің табасын қыздырып, қуырып бастаймыз. Табаны қажет десеңіздер, астын майласаңыздар болады, майламасаңыздар да болады. Негізі майлауды қажет етпейді. Осылайынан пісіріп бастаймыз. Рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте жеңіл шығады және де қатты тәтті болмайды. Ортасына өздеріңізге ұнайтындай творог, сметана қалауларыңызша жақсаңыздар болады. Яғни ас болсын. Каналға жазылып, комментарий қалдырып отыруды ұмытпаймыз.